жолдауға ғана байланысты емес, негізгі елдегі жағдайға байланысты әрине аттестатқа кетуі қажет. Құрып кеткенде мына қоғамдағы напряженность дейді ғой, жаңағы соны бір қалпына келтіріп, елді халықтың көңіл күйіне бір сенім ұялатып қою үшін керек. Әйтпесе жаңа келген өкімет бірдеңені төңкеріп тастайды деп айта алмайды. Өйткені қалыптасқан жүйе ғой. Бірақ қалай болғанда да қазіргі жағдайда мәселен жаңа Қазақстан құрамын деп жатқан Тоқаевтың экономикалық саясатына халықтың сенімі жоғалмас үшін осы үкімет менің ойымша аттестатқа кету керек. Тоқаев бүгін экономиканың жаңа моделін ұсынып отыр. Бұдан кейін бұған дейін естеріңізде болса, осыдан 10 шақты күн бұрын Ақорда ақпарат таратты. Бізге елдің жаңа экономикалық түбірлі экономикалық саясатын өзгерту керек деген бір мәлімдеме жасады. Соған егер сол сөзінде егерде президент тұратын болса, және қоғамдағы жағдайдың осындай талапқа келіп тұрған жағдайда әрине экономикалық саясатқа үлкен өзгерістер керек. Көзіне шұқып анау қалсын, мынау қалсын кетсін деп айта алмаймын әзірше. Жаңадан келетін премьер-министр, үкімет төрағасы ол өзі жасақтау керек. Менің ойымша бұл үкімет жаңағы нағыз шаруашылықтың, нағыз батыл экономикалық жаңа істерге кірісетін үкімет болу керек. Жаңа көзі жыпылықтап, сен демесең мен демей бадырап көтіп отыратын үкімет керек жоқ қазір. Нақты іске баратын және тіпті бір халыққа ауыр болып кетуі де мүмкін экономикалық реформаларға бару керек деп ойлаймын. Ал енді қазір әйтпесе мына қазіргі қалыптасқан жағдайда біз осы батпақта отырған шығар деп ойлаймын. Батыл кандидаттардан кімді көрдіңіз? Енді қазір әртүрлі жорамалдар айтылып жатыр ғой. Әлеуметтік желіде, баспасөзде біраз азаматтардың атын аталып жатыр. Мен де өзімнің пікірімді білдірдім бұл жөнінде. Негізі қазір үкіметке шаруашылықты білетін, өңірлерден өткен, мемлекеттік дәрежедегі үлкен саясаттарға араласқан және қоғаммен тікелей жұмыс істей алатын, қоғамның ортасына, халықтың ортасына бара алатын, сол елге өзінің экономикалық саясатын сол халықтың ортасында тұрып айта алатын азамат керек деп айтамын. Мен мысалы үшін бұл жөнінде өзім пікірімді әлеуметтік желіде жаздым. Мәселен, қазіргі жағдайда Нұрлан Ноғаевты айта аламын. Маңғыстау облысының әкімі, біраз биліктің иерархиясынан өткен азамат. Онан кейін енді нақты басқа да азаматтар аталып жатыр ғой. Бірақ мен енді менің өз ойым осы нақты осы өтпелі жағдайда осы Ноғаев сияқты жігіт керек деп ойлаймын. Ол ескі Қазақстанның өкілі емес пе? Енді біз жаңа Қазақстанға үкіметке адамды басқа жақтан алып келмейміз. Басқа елде немесе басқа планетадан өз ортамызда шыққан азаматтар. Қазір қайсысы болсын бәрі ескі Қазақстанда жаңағы тамыры ескі Қазақстанда жатқан жігіттер ғой, биліктің басында. Саналары жаңаруы мүмкін деп ойлайсыз сонда? Енді менің ойымша солай болу керек. Егер бұл арада сана жаңару емес, жаңару ғана емес, менің ойымша егер президент жаңа экономикалық саясаттың талаптарын қоя алатын болса, сол үрдістен шығатындай әрекеттер керек қой. Енді бірқатар өңірлерді аралап шықтым. Біріншіден Батыс Қазақстан облысына бардым, одан кейін Алматы облысында болдым. Енді ең басты дүние өздеріңіз де жақсы білесіздер, құрметті әріптестер, бұл халықтың әлеуметтік жағдайы. Халықтың әлеуметтік жағдайы қиын, жалақыға жарымай отқан, жәрдемақы жетпей отқан, мүгедектікке алатын жәрдемақысы түкке жетпей артылмай отқан азаматтарымыз өте көп, өкінішке орай. Сондықтан бүгінгі жолдаудан да жалпы осы билік дәлізіндегі азаматтардың шешімінен де халық бірінші болып әлеуметтік жағдайдың шешілуін күтеді деп ойлаймын. Саяси бастамалар басқа емес, қазір халыққа ең бірінші әлеуметтік жағдай керек, киетін бүтін киім керек, тойып жейтін тоқ болатындай тамақ керек. Ең басты мәселе осы деп ойлаймын. Сондықтан дәл осы тұрғыда үкімет те біз де жұмыстануымыз керек. Қандай жұмыс атқарасыздар енді халық? Енді жаңа айтып өткендей әлеуметтік жағдайларды түзететіндей жұмыстар атқаруымыз керек. Енді үкімет мүшелеріне қазір түгел ашып айтпаймын, бірақ бірқатар сауалдарымыз бар.
Оның ішінде енді мына өзім болған Батыс Қазақстан облысында экология министрлігіне біздің азаматтардың қойған талабы өте көп, сауалдар бар. Экология министрінің Батыс Қазақстан облысына барып қайтқанда білем, дей тұрғанмен сол жақтағы шаруалар кейін өзіме қоңырау шалып, хабарласып, экология министрімен нақты өздерінің ұсыныстарын, сұрақтарын қоя алмағанын айтты, кездесуге көңілдері толмағанын айтты. Сондықтан осы шешілмеген мәселелерді нақтылайтын боламыз. Енді біздің министрде 85 теңгеге халық өмір сүруге мүмкіндігі бар. Вице-министрдің айтқанын енді көрдім. Осы орайда қалай министрлермен күресесіздер ма, не істейсіздер енді? Енді дұрыс айтасыздар, әріптестер. Жалпы қазақ айтады ғой, айтылған сөз атылған оқ дейді. Сондықтан биліктің дәлізінде жүргеннен кейін әрбір сөзге абайлап, бажайлап қарау керек. Қазіргідей жағдайда, қазіргідей әлеуметтік тұрғыда халықтың талап тірегі артып жатқан заманда мынанша жалақы өмір сүруге болады, мынанша ақша жеткілікті дегенде артық мәлімдеме жасаудың қажеті жоқ. Өйткені 85 мың теңге біреуге жетуі де мүмкін шығар, біреуге жетпеуі де мүмкін. Баласы мүгедек, ата-анасын бір өзі қарап жатқан, отбасын бір өзі асырап жатқан адамдарға 85 мың жетеді деп қалай айтуға болады? Бұл ең басты мәселе. Сондықтан осындай мәлімдемелерді, сөздерді айтқан кезде, сұрақтарға жауап берген кезде абайлап, ойланып, кемінде 7, 8, 9 рет өлшеп бір рет кесу керек деп санаймын. Ойыңызша қанша қаржы керек қазіргі уақытта, қазіргі инфляцияға байланысты? Қазір мен сіздерге айтайын, бір азаматқа кемінде айына, кемінде 200-300 мың қаражат кетеді. 200-300 мың кемінде сондай қаражат кетеді. Республикалық бюджет осындай 200-300 мың теңге бір азаматқа не айлық төлеуге, не бір нәрсе көрсету ретінде қол жеткілікті ме? Енді жеткілікті болатын болса бүгінге дейін төлер еді деп санаймыз. Енді бюджетті нақтылау бойынша ұсыныстар келеді, біздің алдымызға келеді, сол кезде бұл мәселелерді біз міндетті түрде көтеретін боламыз. Енді қараңыз, біздегі кен орындарында қазба байлықтарында шетел компаниялары немесе ресей көршілес біздің елдеріміз қазба алып жатыр. Мысалы, Ақбақай Боқтайды Совет үкіметіндері осы қазба Бойынқұм ауданында жылына 2000 тонна алтын шығарады. Бірақ бұл жердің халқы өте кедей тұрады. Осы орайда не айтасыз? 2000 тонна алтын кімді қалтырады? Енді алтыныңыз бар, мысыңыз бар, мырышыңыз бар, мұнайыңыз бар, газыңыз бар. Бүгінге дейін оны кімдердің игергенін, оны игеруге кімдердің, қай әулеттің мүмкіндік бергенін бәріміз білеміз ғой. Сізбен бізге анық нәрсе. Анау жатқан кешеге Қарағандыда болған апатты қараңыздар мәселен. Қара алтынды өндіріп жатқан азаматтар қашанға дейін, азаматтардан қашанға дейін біз қаралы хабар алып отырамыз деген мәселе бұл. Сондықтан бұл жерде ең басты дүние инвесторлар өндіре ма, жоқ па, бұл бірінші мәселе, ең бірінші мәселе. Екіншіден, өндірілген қазба байлықтың қызығын осы мемлекетте тұрып жатқан қазақ елі, қазақтың азаматтары көру керек. Қазақстан Республикасының азаматтары көру керек деп санаймын. Сондықтан өзгеге өндірерге берудің алдында, өзге инвесторды тартардың алдында біз ең бірінші өзіміз ұлттық мүддемізді, халқымыздың қажеттілігін ескеруіміз керек. Қай уақытта бұны ескереміз? Ескеруіміз керек. Біз ескеру керек сәттен кешігіп келе жатырмыз. Ескеруіміз керек деп енді 30 жыл осылай. Иә, дұрыс айтасыз. Біз кешігіп келе жатырмыз. Біз кешігіп қалдық ескеретін сәттен, бірақ ештен кеш жақсы. Қоятын уақыт келді ме? Келді.